Табиғат ана қашанда адамзат үшін өз жылуын аяған емес. Жылулық күннің көзімен ғана емес, адамзат бойындағы мейіріммен де келеді. Бүгін Астана қаласы әкімдігінің Кәрім Мыңбаев атындағы нөмірі 59 мектеп-лицейінің оқушылары табиғатқа қамқорлық жасайық атты акция ұйымдастырыпты. Не өздеріңіз көріп отырғандай, бүгін мектебімізде үлкен іс-шара өтіп жатыр. Оқушылар табиғатты аялайық қамқор акциясы есебінде геран немесе қазтамақ гүлін отырғызып, өздерінің табиғатқа деген қамқорлығын, олардың қалай өсетінін, оны біз мектеп кабинеттерінде осығанға дейін отырғыздық. Соны далаға шығарып, күн көзін алу үшін, фотосинтез процесі жүру үшін көптеген өсімдіктерді далаға отырғызып жатырмыз. Бұл біздің міндетіміз. Өйткені қазіргі таңда бүкіл дүние жүзі бойынша табиғатқа, соның ішінде экологияға көп көңіл бөлуде. Қазір өздеріңіз көріп отырғандай оқушылардың көбі гүлдерді егіп, оларды суарып, оларға қамқорлық жасап жатыр. Бұл қамқорлық жасау әрбір оқушының, әрбір Қазақстан азаматының міндеті. Оқушылар мектеп айналасын жасыл желекке айландыру үшін өздерінің көшеттей отырғызып, баптап өсірген гүлдерін мектеп айналасына отырғызды. Гүлдің түбін қопсытып, топырағын құнарлап, су құйып өсірген гүлдеріне қамқорлық жасады. Оны күнде баптауға дайын екендерін де білдірді. Ұлы Отан соғысының жеңісінің 80 жылдығына орай барлық білім беру мекемелерінде табиғатқа қамқорлық жасаймыз акциясы өткізіледі. Біз Кәрім Мыңбаев атындағы нөмір 59 мектеп-лицейінің ауласында жыл сайын әртүрлі ағаштар мен гүлдерді егіп отырамыз. Бізге таза ауа, мөлдір су, жасыл ормандар, олардың барлығы табиғаттың сыйы. Бір кішкентай қадам үлкен өзгеріске әкеледі. Кел, табиғатқа қамқорлық жасаймыз.